Кеш жарық қалың елім қазағым. Бүгін кешкі сағат 8-де Думан Мұхаммед-Кәрім екеуміз не дейді YouTube арнасында отырып әңгіме өрбітіп, саяси қозғалыстар мына жерде қандай болып жатыр, Қазақстанда өзгерістер бар ма, жаңа Қазақстанды кім қай жерден көрді, оның атып алғанмен заты бар ма деген сұрақтарға жауап іздейміз деп ойлап едік. Оның реті келмеді, кейінге қалып отыр. Бүгінгі кешке дейін болғанымыз прокуратура алдындағы әңгіме өте жағымсыз әңгімелер естіп қайттық. Біріншіден өз көзім көргенім, Жабаев деген прокурор көзімізше қаластың адвокатына мінез көрсетті. С вами надо разобраться через коллегию деп көзімізше айтты солай. Бұл енді қорқыныш үрей сезімдерін ұялату ма, қалай енді қорқыту ма, солай болатын шығар енді. Қорқыту деген дұрыс келетін шығар. Екіншіден, қалас неге өз-өзінің қолын кесті, сол қолын екі жерден не үшін тамырын кесіп, өз-өзіне қол жұмсады деген сұраққа жауапты келесі сөздермен айтып жіберді. Рысбек Сәрсенбаев ағамызбен Жалғас адвокат екеуі кірген, Жалғас ханым. Солардың айтуы бойынша қаластың аузынан естіген әңгімесі өзінің 8 айдан астам тергеліп жатқаны, өзінің кінәсіз екенін дәлелдей алмағандықтан, шарасыздықтан барған. Ал екінші себебі, мінекей 5 жерде жақсылап оқып алыңыздар, Алматы қаласындағы Си-18 деген тергеу абақтысында жатқан 20 шақты, 18 бен 20 жас арасындағы балалар тура осылай өз-өздеріне қол жұмсаған екен. Бірақ оны еш жерге шығармай, тым-тырыс тіс жармай ұстап отыр екен. Соны ел естісін деп Қалас Нұрпейісов осындай шараға бел буған екен. Бұл өте ауыр жағдай, бұл келеңсіз жағдай, бұл санаға сыймайтын жағдай. Бесіктен белі ен шыққан, аузының уызы енді кеткен жастарымыз өмірін, өзінің қолын, өзі тамырын кесіп, қол жұмсап өмір бастаған. Бұл өте келеңсіз жағдай. Бір-біріне айдап салған дейді сол балаларды, және де бәріне қысым көрсеткен. Соған шыдай алмай, олар өз-өздеріне қол жұмсаған екен. Сондықтан енді шындық қайда? Шындық Құдайда дегендер бар шығар, және шындық елде дегендер бар шығар. Бірақ мен әлі өзім қаңтар оқиғасы бойынша амнистия деп, басқа деп, болды, бітті деп айтқанмен қиналып, әлі де тағдыры сорақы арпалыспен өтіп атқан жігіттерді жаным ашиды, олар үшін жүрегім ауырады. Соларды ертедегі шығарғымыз келеді. Мынау кемел мемлекет, өзіміз дұрыс қауым болғанда армандаймын. Сіздер де бізбен болыңыздар, барлықтарыңыз таратыңыздар. Ертең сағат 3-те тағы да қаласты прокуратураға алып келеді дейді. Көреміз, ол жерде өзгерістер бола ма екен. 40-қа жуық адам қол жинап бердік, үлкен хат жазып, сол хаттарды таратамыз. Рахмет барлықтарыңызға. Эфир келесіге қалынды. Алға қазақ елі, жеңіс бізден.